bala bәріміз орнымызда тұрамыз. Тақыр шеңдеп тұрамыз. Балалар, біз қандаймыз? Дамымыз, татуымыз, ақылдымыз, шедақсылаймыз, оқуға құштарымыз, талантымыз, қиындықтан қашпаймыз. Біз ақылдымыз, білімдіміз. Біз қандаймыз? Қолдаймыз, бір-бірімізді қолдаймыз. Отыра қойыңдар. Олай болса, қазақ тіл сабағымызды бастаймыз. Балалар, үйге қандай тапсырма берді? Кім айтады? Айтамын. Айтамын. Үйге берген тапсырма қай жаттығу орындауға бермеді үйге? 61-ші жаттығу, иә? Есеп беруге берілген балалар? Бөлем, әңгіме құрап жазып келу берілген екен, иә? Ол да бердіңдер ме? Бала сабақ бастамас бұрын алдарында бағалау шкаласын қойып қойдым. 10-дық жүйемен сабақтарында бағалап отырасыңдар, иә? Айсың өздері сабақтары. Жарайды. Үй тапсырмаларын ашып қойыңдар, мен тексеріп шығайын. Жазып келіп па? Өлі сосын әңгіме құрап жазып келу керек болатындығын, иә? Жарайды. Ал, олай болса, оқу жіберейік аны. Кім оқиды? Ал, және оқиды. Не жазып келді сен? Ал, оқиды. Әңгіме жазып қосты. Құстарға қамқорлық қыс мезгілі, ауылда қар жауып тұр. Екі бала ағаштың жанына құстарға арналған жем салғыш қойды. Bir bala jemni qo'lida ustab tur, al ikkinchisi bala jem solishni ishini sab жатыр. Jem solishning жанына turganlarga ko'rishindi, qo'shib keldi. Balalar quslarga qamqo'rlik жасап, ularni tamaqlantirdi. Ular tabiatni qo'rg'ab, quslarga qamqo'rlik жасаудың ma'nosi ekani tushundi. Yaxshi, tamosha. Bari o'qiydi. Al, Dina, sen yozib kelding. Bo'ling, al. Келді аққа жатты даланы, суықтан donda amin құс баланы. Балалар шықты жемін алып жүріп, қамқорлық көрсетті барша ағашына класспен. Ағашқа ілді болашағын егеді, құстарға сыйлады жолымен келеді. Жылдап тұрғайлар ризалықпен, қуантып жіберді көңіл күйді. Көзін шағыңдар біле? Жарайды. Ал, Райна, ұлы. Қыс мезгілі. Қыс мезгілі келіпті, қарды жауып келіпті. Балалар жұрталады, қар асып ойнайды. Ақ ұлпа қар жауады, жердің бәрін жабады. Балалар мәз болады, шанамен сырғанады. Ауланы без күрейік, аққаланы үйейік, есігінен қораның, кіре алмайсың баланы. Жарайды. Тағы, айда жазып келдің бе? Оқымышқа, не жазып келдің сен? Аусын қатты шығармаш болады? Досым екеуміз далаға ойнауға шықтық. Бір кептердің ұясы құлап қалыпты. Біз оған үйе соғып бердік. Одан кейін екеуміз дос болып кеттік. Жарайды. Тағы енді ұсар оқы ғой. Табиғатта аялау, табиғатта қорғау әр әлемнің парызы. Қыстың аязды күні айнала әппақ қарға оранған ағаштардың бұтақтарына құрау қонып табиғат тыныштық құшағында тұр. Осындай мезгілде суреттегі екі бала табиғатты қорғау мақсатында өте маңызды іс атқарып жүр. Олар құстарға жем беруде. Ол бала қолындағы жемді қорапқа салып, тоңып тұрған кішкентай торғайлардың қорегін көбейтіп жатыр. Оның жанында тұрған қыз баладан құстарға дәме әкелген сияқты. Екеуінің жүзінен еріндіріп пен қамқорлық сезіледі. Айналада бірнеше құс ұшып жүр. Олар балалардың жасаған жақсылығына риза болғандай. Жарайды, тамаша. Барлықтарын дәптерлерде тексеріп бағаларын қойып шығармай тапсырмаларын, иә? Дәптерлер жаны ойында тапсырмаларында шетіне қоямыз. Енді ережелер қайталап жіберіп қалар, иә? Ол үшін тақия тастамақ ойын ойнаймыз. Бар тақияны кімнің басына кигізсе, сол ережені айтып беретін болады, иә? Ал бастадық. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөз табын зат есім дейміз. Тамаша. Неше сеттік бар? 7 сеттік бар. Атау, үлік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Тамаша. Сөз саптарын ата. Етістік сын есім, зат
есім, сан есім. Aferin. Yetістік дегеніміз не? Даяна, yetістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік деп атаймыз. Тамаша, Мысалы, мен далаға шығып ойнадым. Мен далаға шығып не істедім? Ойнадым. Сонда қимыл іс-әрекетін білдірген, не? Тағы да. Сын дегеніміз не? Сын дегеніміз Заттың есімді? заттың қимыл. Жоқ, сын. Сынын? Сынын түсін білдіретін Сөз табын? Сын есім дейміз. Оның сұрақтары қандай қай? Жарайды бала, тамаша. Ал жеті септіктерге бала. Атау септігінің сұрақтарын аташы? Атау септігінің сұрақтары кім не? Ал зат есімнің қандай түрлері бар? Зат есімнің жалпы түрі бар. Жалпы дегеніміз кісінің аты жөні, жер су аттары, жануарларға қойылған аттарды жалпы есім деп атаймыз. Жалпы есім дегеніміз жалпы есімнен басқа сөз табын жалпы есім деп атаймыз. Жалпы есім деп айтамыз, е? Жалпы жалпылама түрде айтады. Жалпы есімге мысалы келтірші? Әже, ата, оқушылар, балалар. Жарайды, тамаша. Жақсы болды. Олай болса, дәптерлеріңді аша қойыңдар. Аштықта кітабымыздың балалар 62-ші жаттығуға қарай қойыңызшы. 62-ші жаттығу. Ертегі берілген екен. Бірінші ертегіні оқып жіберейік. Асан өту ғой. Мен ата көжеттеріне көп сәбіз әкеп бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжет. Маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деп ұртын бұрт етті. Сәбіздің түп жағында бұршақтың үлкендігіндей 2-3 бүртігі бар екен. Оның басқа бір көжек қағып алды да бір-ақ асады. Сұр көжек аш қалды. Атасы оған солай балам, өкпелеген үресінен құр қалады деді. Жарайды, тамаша. Шоқар әзім бар екен авторы. Балалар енді осыны қазір сосын қалай жатамыз. Рөлге сонда жіберсе қалай қарайсыңдар? Өнейміз ба? Жарайды. Ортаға шыға қой. Альбина шығады. Дарья шығады. Жаня шығады. Қуаныш шығады. Есетін бастан кейін алғанында. Ал, бұл жаңа ертегіні қалай оқыдыңдар, түсініп алдыңдар ғой, иә? Соны енді рөлге сонда жібереміз балы. Ал, көжектен ортаға отырғандар. Жаңа ортағымызды да. Аусымыз қатты шығарады аусымызды. Үлкен көжегім мынау саған. Рахмет ата. Орнаушы көжегім мынау саған. Рахмет ата. Кіші көжегім мынау саған. Ата, сіз маған қотыр сәбіз беріпсіз ғой. Жемеймін мен қотыр сәбіз. Әкелі онда мен жеймін. Солай балам, өкпелеген өзгесінен құр қалады. Жақсы бала, отыра қойыңдар. Енді отыра қойыңдар. Осы ертегіде балалар не түсіндің деп осы ертегі желісінде? Отыра қойыңдар, тұрда. Ертегі желісінен не түсіндің деп, не кәлетіңдер? Қуаныш білемейді, айта қойшы кәне. Адамдар қанағат болу керек. Ол өз қанағатын біреуге берді. Өйткені өзіне берген сәбізді ол жемеді, біреуге берді. Ол өзінің нәсібесін біреуге берді. Тамаша бала, иә? Өз нәсібесіне құрғалды, иә, өкпелеген. Сонда қандай айтасың, өкпелеген? Жақсы екен, жаман екен қасиет? Жаман екен, ашылған шақ болған, өкпелегіш болған жаман екен, иә? Жаман қасиет. Ондай қасиеттен аулақ болуымыз керек екен. Жарайды балалар. Енді дәптерімізді ашамыз. 63-ші жаттығуға қарайық бірінші. Мен жұмақты жазсырайын, сізге жауап бере қойыңдар, иә? Аттан биік, қойдан аласа. Ертоқым деген. Ертоқым дегеніміз не? Айда қош, ертоқым деген не? Ертоқым деген артқа салатын аттың үстіне Мінгенге салады. отырған аңғайлы. Толықтыға жіберіңізші, ертоқым дегеніміз не? Кім айтады? Айда, Зейін айта ғой, ертоқым. Ертоқым дегеніміз аттың
отыру үшін сағаттың аттың несі деп айтамыз балалар? әбзелдері. Әбзелдері деп айтамыз, иә? Ал аттың тағы қандай әбзелдері білесіңдер? Ат әбзелдері. Жүген, ноқта, көтбешесі де ал жарайды. Үзеңгісі болады, ауыздығы болады, отырағы жақсы. Бұларды ат әбзелдері деп айтады екенбіз. Енді кітабымызға мұқият қараймыз. Бұл жаттығуда не істелепті? Қарамен жазылған сөздерді дейді. Қай септікте тұрғанын айтып кетті. Қарамен жазылып тұрған сөзді оқып жүріңізші және. Аттан қойдан. Аттан қойдан. Ал сұрақ қоямыз. Аттан. Сонда шығыс септігі. Олай болса біздің балалар 7-ші септігіміз бүгін балалар. Шығыс септігімен танысамыз. Шығыс септігімен танысамыз. Балалар 6-шы септік екен. Не 6-шы септік екен? Шығыс септігіміз. 6-шы септік. Тақтарға қарай қойыңдар. Шығыс септік балалар. Қимыл әрекетті қайдан, неден, кімнен шыққаны білдіреді екен. Сұрақтары кімнен, неден, қайдан, қай жерден деген сұрақтарға жауап беріледі екен. Оның жалғаулары біз бұны жалпылама негізі өткен тұғымыз, бірінші сағатта. Жалпылама септіктер деген алғашқы сабағында өтіп танысқан болатын тұғымыз болады. Жарайды, түсінікті. Сонымен шығыс септігінің сұрақтары кімнен, неден, қайдан, неден деген сұраққа жауап береді екен. Дәптерімізді ашамыз балдар. Күнәкін жазамыз. Ашық қойауында. Күлді дәптермен ашыңдар. Қаңтардың 28-і сынып жұмысы. Бүгінгі біздің көркем жазатын әріпіміз И әріпі. Дәптерімізді көлбеу қойып, әдемелеп И әріпін жазамыз. Кеудемізді көтеріп, қалай жазуымыз керек? Көркем, көлбеу, салуымыз керек әріптерде болады. Ал жаза қойыңдар. Енді жаңа жаттығуды дәптерге жазуға қойыңдар. Аттан бет, қойдан аласа. Бұл нешінші жаттығу екен балалар? 63-ші жаттығуды жаза қойыңдар. Бүгін біз шығыс септікпен танысамыз. Шығыс септік қимылдың қайдан басталғанын білдіреді. Шығыс септіктің сұрақтары қайдан? Неден? Кімнен? Олдық па балалар? Жұмбақты шешімнің жанына жазып қоямыз. Ер, тоқым деп. Болғанды қамсақтарды қойып, мен білейін не қайсың болғандарды. Қолдарымды батаршыны қойыңдар. Қанш болдыңдар? Парашамал тақтаға назар аударайық. Ойына жібереміз, иә? Тақтаға шығарды. Мұшаткен тақтаға болады. Әлбені шасын ба бүкіл алып. Тақтаны бір шықпен тауып. Ал. Бұл жерде балалар шығыс септігіне байланысты тапсырмалар беріледі. Ал оқи қой. Шығыс септіктің сұрақтары кімнен, неден?
қолданғанда қандай сөздер жиі кездеседі дейді. Досымнан. Осыдан сөздің кітаптарынан. Мен кітаппен жаздым. Қандай мысалына? Шығыс септі қолдану мысалы дейді. Мен кітаппен жаздым. Сіз көрді ме? Шығыс септікті сөз аттарында Қателеспепті зат дейді. есімімен. Зат есіммен қолданылады, дұрыс. Бір жерде çalışып кеткен балалар, иә? Отыра ғой. Кім шығартқан қатесін табамыз балалар. Сөйле шыға ғой. Тез, қайтара жүрейін, сағат жүрейін. Шығыс септіктің сұрақтары кімнен неге? Шығыс септіктің жалғауы нан дейді. Дұрыс. Шығыс септікті қолданғанда Қандай сөздер жиі кездеседі дейді. кітаптан досымнан. Дұрыс. Шығыс септіктің қолдану мысалы мен кітаптан оқыдым. Бастай. Шығыс септік зат есім. Зат есіммен бірге қолданылады, дұрыс. Көрсетеме? Отыралым. Бәрі отыралым. Жақсы балалар. Енді келесі кітабымызда келесі жаттығуды ашамыз. Нешінші жаттығу балалар? Балалар, кітабымыздағы ережені мұқият не істеп аламыз? Жаттап аламыз, иә? 64 жаттығуға мұқият қараймыз. Не істеп етті? Сұрап оқыңыз жаттығуды. Мәтінді көшіріп жаз. Мәтінде шығыс септігіндегі сөздерді тауып астын сыз. Ал, отыра ғой. Мәтінді оқимыз. Ал, сәл оқи ғой. Ақбөкенде елсіз даланы Түсінікті оқып сөйлейші сөзіңді. Ақбөкенде елсіз даланы мекендейді. Топ-тобымен жайылады. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Қауіп төнсе, ілесе көзден ғайып болады. Түсіндіңдер ме? Ақбөкендер қайда мекендейді дейді? Елсіз Шылар, Ақбөкен дегенімізді. Не ол Ақбөкен деген? Кім айтады? Ақбөкен дегеніміз не? Ал, кел айта ғой. Ақбөкен дегеніміз киік. Ол Киік деп айтуға болады. жазық далада өмір сүреді. Иә? Ол қызыл кітапқа енген, оны атуға болмайды. Жақсы. Тағы не білесіңдер? Ақбөкеннің баласы не деп айтар еді бала? Киіктің баласы. Қалай деп айтатын. Өткен тұғымыз, иә? Дәріпе оқулығын. Жарайды балалар. Жердегі бірінші сөйленген оқимызда шығыс септігінде тұрған сөздер тауып астын сыз депті. Бұны тақтаға орындайық, иә балалар, иә? Тақтаға кім жазады ғана? Астына жаза ғой тақтаға. Сендер дәптерлеріңе орындайсыңдар. Ақбөкендер әлсіз даланы мекендейді. Кітабымды маған бері ғой. Мен айтып беремін, сен жаз. Ақбөкендер жаза ғой. Ақбөкендер тақтағына дұрыстап пайдаланамыз, иә балалар? Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Даланы мекендейді. Шығыс септігінде тұрған сөз бар ма? Иә. Қайсысы? Ақбөкенде. Сұрақ қойыңыз ба? Жоқ. Жоқ, бұл жерде отыра ғой. Екінші сөйлем. Кім оқиға екінші сөйлем? Ал, және оқи ғой. Топ-тобымен жайылады. Топ-тобымен жайылады. Жаза ғой тақтаға келді. Топ-тобымен жайылады. Әлемдерін жазамыз. Топ-тобымен жайылады. Тобымен жайылады.
Бұл жерде шығыс септігіндегі сөз бар ма жоқ па? Жоқ. Жарайды, келесі сөйлем. Алғыз Альбина. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Аға. Тызаудық қарайды. Қақтан немесе суаттан су ішеді. Балалар, бұл сөйлемде қиын сөз бар екен, я? Қай сөз екен? Жылшық қиын сөз. Қақтан деген. Ал, Альбина жаза берсін. Қақтан деген сөздің мағынасы түсіндіріп береді. Ал, дәлел. Қақтан дегеніміз жаңбыр жауған кезде жерде жиналып қалған суды не дейді? Қақ деп айтады екен бала. Дұрыс айтады. Жаңбырдан кейінгі тегіс жерге жиналып қалған суды қақ деп айтады екенбіз. Сонда ақтөбеден қақтан су ішеді екен, немесе суаттан су ішеді екен. Немесе суаттан су ішеді. Балалар жазып, ақтаға қалай жазып жатыр екен? Салыстырамыз, е, оқушылардың жазу қағидалары дұрыс па? Сендерге ұнап ма жазғаны? Суаттан су ішеді. Ал, Альбина, бұл жерде сөйлемде шығыс септігін тапшы. Қақтан, сосын суаттан, астын сылабой. Сұрақ қойсай, қақтан. Неден дұрыс? Суаттан неден дұрыс отырады. Соңғы сөйлем бала, өздерін жаза қойыңдар. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Бала, бұл сөйлемде лезде деген сөздің мағынасы түсіндіріп береді. Лезде деген сөзді қалай түсінесіздер? Лезде. Алда, лезде. Тез әрі жылдам кетіп қалған жағдайды лезде деп айтады. Тез, жарайды сондағы. Түсінікті. Қауіп төнсе, лезде көзден ғайып болады. Өздерін жаза қойыңдар, сөйлемді аяқтар. Бұл жердегі шығыс септігіндегі сөзіміз қайсы болады? Сұрақ қой. Көзден, неден көрсетеді. Асты қарағанымен сіз отырамыз балалар. Жазып болғанымыз тақтаға назар аударамыз. Ал, тағы бойына жіберген балалар. Ашадаспай енді. Сұрақ болып па? Кім тақтаға дәлел? Söyleyip duracağım. Burası ne? Aha. Kaç şimdi? Birisi yedim şaşırırken. Sen bir şey istesin. Aha. Yeriz. Ne diye diyorsun sen kazanıp biletin tamamı yerinde? Ne diye? Al. Burası. Ne diye? Altından. Ne diye? Neyden gelirsin sana öyle? Haydan. Almatı'dan. Burası. Kazakistan'dan. Bana bu şurası sektirene sırak yaptılar. Bizlerinde kaldı mı onlar? Ben bizlerinde saklanmalı değil mi onlar? Ders çıktık mı? Olay olsa lazım. 65. жаттығу бала. Жұптық жұмыс. Жұптасып отырған оқушылар, ақылдасып отырып орындайсыңдар, дәптерлерге жазасыңдар. 65. жаттығуды жаза қойыңдар. 65. жаттығу. Бұл жерде не істеледі жаттығуда кім оқиды? Абырайым оқиды ғой. Сызбадағы
жаңағы жалғауларға сай келетін зат есімдер бар. Бұл сөздерге шығыс септік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір. Ал бірнеше сөздер берілген балалар. Жұптасып орындаймыз. Арқарларымен не? Бірінші қалды екеуің жұптасып орындайсыңдар. Бірге жауап бересіңдер. Сен екеуің жұптаса қойыңдар. Ал, қарай қойыңдар. Дәптерлердің орнында қарам көрсетесі қызынып болады. Дәптерлердің орнына қойыңдар. Әрқайсының өздері. Ақылдасып отырып екеуі. Сосын мен дәптерді оқып бересіңдер маған. Ақылдасып қалады, бір ақылдасып қалыңдар, е? Олар да бағалы қарақтарға нелер қойып отырасыңдар, е? Әрқайсы шыққан кезде өткелеп қойысыңдар, қойып отырыңдар бағалы қарақтарға. Ұмытып кетпеңдер. Үй тапсырмаларын бағаланды, жазып келіңдер бәрі, оған баға қойып қойыңдар. Тақтаға шыққандар қойып қойыңдар, ереже айтқандар қойып қойыңдар. Сұраққа жауап бергенде қойып отырыңдар бағалы қарағын. Алдарыңдар. Болғанымыз бұл өздеріңіз. Екінші жол болды ма? Екеуін кесіп-кесіп айдасыңдар, е? Аспаннан. Сұрай қой. Неден? Аспаннан. Дәнге тыңдаймыз. Дәннен неден? Дәннен. Құлақтан неден? Құлақтан. Көліктен неден? Көліктен. Қардан неден? Қардан. Неден? Көрмеден. Ал, жақсы. Ал. Күннен адамнан, неден күннен, неден күнастан, неден көліктен, неден алматыдан, неден өзен. Yani de kabul. Terus. Қайдан аспаннан. Неден Ya. мәселеде. Terustan çıkarmış mı? Неден ағаштан. Terus. Неден мешіттен. Қайдан. Неден алмадан. Қайдан алматыдан. Kaydan almadıdan. Direkt oldu. Her birimiz bir tutarlar aşk koyunlar. Biraz koltukla bunu. Bugün tutma yazıp. Şimdi. Sıra geçiyorlar. Olsa orumuzdan sevgi var ya. Valla reklamların şimdi ara koyatımdan çandı. Fakat koyuyorlar. Ha? Sevgi var bize valla. Orma otura koyun. Hadi. Ayımız ben. Ha? Kalmışlarlarla.
Жақсы. Аха мәселелердің мағынасын топта талқыланған кетті. Олай болсаңыз, топпен жұмыс жасаймыз. Балалар, армаға жақын есіңді. Күтілерге қарызанды. Бала енді кітаптарды жаттығудың бірінші сөйлемін, бірінші топтағылар жазасыңдар да, сөз топтардан талдайсыңдар. Екінші сөйлемді сен де талдайсыңдар, үшінші сөйлемін үшінші топталдайды. Көшіріп жазасыңдар да балалар, сөз топтарына талдаймыз. Не тартып тұрса да бізге? Не тартып тұрса сөз топтарын талдаймыз тұрса? Не табамыз? Бастаушын, баяндаушы, сұраушы. Жақсы табамыз. Сұрағын да беруде жақсы қойыңдар. Ортаға шығып талдаймыз. Яғни топтасып атыласып отыр. Қате кетіп қалмасын, е? Жұмыстарын сосын қорғап тұрғасын тақтаға не қойыңдар, е? Бұл ережесін сақтаймыз. Болған кезде маған білдіресіңдер, иә, не болғандарыңды. Екінші топ болды. Жарайсыңдар. Қолыма жөніп қойғаныңдар. Ал ортаға шыға қой. Екінші топ ортаға қорғаттар. Екінші, үшінші топ болды. Жарайсыңдар, отырғаныңдар. Үшінші топ. Жарайсыңдар балалар. Ортаға ортаға қалдаймыз. Ал екінші топты тыңдаймыз. Тыңдаймыз балалар. Отаннан. Қадегет қаптырмеді. Отан дұрыс. Қысқасы қандай? Ол баяндауыш. Баяндауыш. Дұрысыздар ма? Бастауышымыз отан не? Отаннан неден тұрлаусыз мүше. Да дегеніміз, өйткені сіз бапсыңыз. Не ол? Да дегеніміз. Шылау емес пе бол? Асын сызға кетіп. Жарайды сызғаймыз, е? Шылаудар астын. Жарайды дұрыс болу. Тақтаға неміз. Тақтаға неміз болу. Келесі, үшінші топ бері ғой. Қат шығарыңдаршы, ал бері ғой. Сен ерікті қай сөйлем? Бірінші сөйлем тұғын, е? Оқи өз сөйлемдеріңді. Бір жеңнен ол шығар. Екінші сөйлем екен. Ал. Бір жеңнен не шығар? Ол шығар. Бастауыш. Қол шығар ана. Қол дегеніміз, бастауыш, шығар дегеніміз, баяндауыш. Бір жеңнен Тұрлаусыз. Жасты сынапсыңдар ғой. Енді тұрған шығыс секторындегі сөз қайсысы? Жеңнен. Ал. Бұл қандай мүше болады екен? Сұрақ қош. Қандай сөйлем мүшесі болады? Тұрлаусыз болады. Астын ерексіздікпен сызуымыз керек еді. Екінші сөйлемдегі қайсысы? Шығыс секторында тұрған сөзіміз. Жағадан. Онда тұрлаусыз сыздар ма? Дұрыс. Отырауы дұрыс. Келесі үшінші топ. Келесі ал. Қас қойылдың да. Қаш орма отырауы. Ал. Сөйлем дұрыс, сөйлем дұрыс. Жастан шығар. Ақыл неден шығар? Жастан. Ақыл жастан не істер шығар? Сыздар ма? Ақыл. Бастауыш дұрыс. Жастан неден? Дұрыс, тұрлаусыз шығар. Баяндауыш. Баяндауыш дұрыс. Дұрыс е бала. Дұрыс отыра қой. Шығар не істер? Баяндауыш отыра қой. Дұрыс. Тамаша. Қыстырамыз.
Sen de al koyalım. Bakalım. Асыл тастан не істер шығар? Не тастан шығар? Асыл неден шығар? Неде шығар? Тастан Тастан, алыстан алайын. Жақсы балалар. Жақсы талдар иә болар иә? Сұрағын қойып тамаша сұрақ енді. Енді дәптеріңе осының ең бірінші сөйлем жазып алайын. 65-ші 66 шарт бөлімдегі ең бірінші сөйлемін жазып алайын. Қара қаламмен сызып отырамыз. Бір сөйлемін жазамыз, ұзақ сөйлемін бірінші. Көлбеу жазамыз болады. Сырын басын көтеріп отыр. Қарағаламен сызамыз олар арасындағы талдаусыздан бастауыш баяндауыш деген. Енді бала, осы мақалдардың депті мағынасын топтар талқылаңдар депті. Ал әрқайсының өз мақалдарының мағынасын талқылап айтып беріңдерші. Ал сен қандай еді жаңағы? Ақыл жастан шығар, ақыл тастан шығар. Қазіргі балалар ақылды болып келеді. Сондықтан ақыл жастан шығар деп айтқан. Асыл тастан шығар. Ақылдың бәрі қазір тастан шығады. Алтын, күміс, барлық асыл заттарында тастан аламыз. Тастан құрамын екінші сөйлем. Сенікі қандай сөйлем деп балалар? Оттан да ыстық деген ал. Мағынасын түсініп жатыр. Отанда сен дүниеге келгенсің, ол саған қымбат болып келеді. Ол саған ыстық. Отпен байланысты. От қандай болады? Ыстық, иә? Сонда оттан да ыстық деп тұр. Бізге сонда әркімнің өзінің туған өлкесі жері не екен? Ыстық, қымбат екен. Жарайды. Ең соңғы үшінші. Қане, Райан айтыңызшы қане. Бір жеңнен қол шығар, бір жағадан бас шығар. Не дейді? Бұл жерде балалар бірлікке, ынтымақтыққа тәрбиеленіп келеді. Жарайды балалар. Мына ең соң қорытындыға келеді, топқа отырамыз балалар. Мынаны берілген гүлдерді балалар. Біз қыстың күндерді балалар үй гүлдерін отырып әкеліп алдық балалар. Қазірғада 7 қауашақты осыған әкеліп, гүлдерді тез отырып келеді. Қарайсың, көтілеп шығып, оны жеңдеріңіз. Сұрақ айтасың, сұрақ оқыда қоя ғой. Оқысай сөзіңді. Кітаптың. Қуамаймыз. Кітап қой. Ненің кітаптың? Келесі. Жаңбырдың. Ненің жаңбырдың? Дұрыс. Келесі. Сіздің ойын. Дұрыс. Кітаптан. Қара жақсырасын. Дұрыс. Дұрыс. Келесі. Кітапқа. Қара жақсырасын кітапқа. Барысы жақсырасын, иә? Келесі oldu. Tanda kelesi. Ayt, ayt, dur,